Сиқырлы әлемге қош келдің. Осындай қызықты ертегілерді тыңдай беру үшін тіркеліп қолдау көрсет. Қазір ертегі басталады. Мысық пен иттің жасырын келісімі. Баяғыда бір елде адамдар мысық пен итті бір-біріне жау деп санапты. Ит қашанда ырылдап, мысық болса мияулап, бір-бірін көрсе, тістесе жөнелетіндей көрінетін. Бірақ ешкім олардың арасында жасырын құпия келісім бар екенін білмепті. Бұл оқиға Қара Орман ауылында болған екен. Ауылда Томпақ деген жалқау, бірақ өте ақылды мысық пен Топпақ деген сүйкімді, бірақ аңғал ит өмір сүріпті. Бір-бірін сырттай қудалағандай кейіп танытқанымен, түнде олар бір жерге жиналып, сырласып, бүкіл ауылды құпия түрде қорғап жүріпті. Бір түнде олар екеуі ай астында бас қосады. Томпақ, Топпақ, адамдар бізді бір-біріне жау деп ойлай береді. Бірақ бізге бұл жақсы. Ешкім бізден күдіктенбейді. Ал біз солайша ауылды зұлымдықтан қорғай береміз дейді. Топпақ, я Томпақ, өткен аптада көрдің бе? Қорадағы тауықтар жоғала жаздады. Мен адамдарды оятып үрдім. Сен егеу құйрықты ұстап алдың дейді. Томпақ күліп жібереді. Біз жасырын күзетшіміз. Бірақ бір күні ауылға зұлым сиқыршы шаңырақсыз келеді. Ол ауылдың барлық малы мен адамдарын ұйықтатып, оларды өзіне бағындырмақ болады. Сол түнде тек Томпақ пен Топпақ қана оянған күйде қалады. Себебі олар ай жарығының күзетшілері болатын. Сиқыршы ауыл ортасында, енді бұл ауыл менікі, ешкім мені тоқтата алмайды деп айқайлайды. Бірақ ол мысық пен иттің бірлесіп әрекет ететінін білмейді. Томпақ сиқыршының таяғы арқылы бәрін басқаратынын байқайды. Ол Топпаққа, мен сиқыршыны алдаймын, сен таяғын ұрлап ал дейді. Топпақ ұялып тұрып, мен баяғыда сиқыршыдан қорқатынмын, бірақ сен барсың, Томпақ, дейді де келіседі. Түн ортасында Томпақ сиқыршының алдына барып, жуан дауыс шығарып мияулайды. Сиқыршы, мысық, сенен не келер дейсің, дейді. Сол сәтте Топпақ арт жағынан таяқты ұрлап алып қаша жөнеледі. Сиқыршы аң-таң болады. Томпақ оның бетіне секіріп, көзіне тырнап жібереді. Таяқ сынған сәтте ауыл түгелімен оянып, сиқырлы тұман жоғалып кетеді. Сол сәттен бастап ауыл тұрғындары ит пен мысықтың жау емес екенін түсінеді. Олар шын мәнінде ауылдың құпия батырлары екенін ұғады. Содан бері Қара Орманда ит пен мысық тату өмір сүріп келеді. Олар түнде де бірге жүреді. Адамдар байқамайтын зұлымдықтармен күреседі.
Бірақ олар әлі де күндіз бір-бірін қуған болып көрінеді. Себебі құпия келісім әлі бұзылған жоқ. Досым, егер саған осы ертегі ұнаса, міндетті түрде жазыл, лайк бас. Сау бол!